сәлем достар, сіздермен қалашы шахмат каналы. Және бүгін мен сіздерге Ферзь против ладьяны көрсететін боламын. Негізі Ферзь против ладьяны түсірілетін болады. Біріншісі, мен аяқта мықты біріншісі ол кім ең мықтысы. Бұл жерде негізінде Ферзь ладья сияқты сол жақта жүре алады, король жақта және пешка сияқты. Сол үшін мен ойлаймын, бір балл уже Ферзьде бар. Егер де фигуралардың қалай жүретінін ұмытып қалсаңыз, мен ең бірінші видеома қарап кетіңіз. Новый зритель болсаңыз, онда маған тіркеліп үлпіл басып, қоңыраушаны басыңыз. Сонда сіз шахмат туралы қызықты видеоларды, ловушка үйрететін видеоларды және шахматтың тарихы туралы видеолардан да хабардар болып отырасыздар. Және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Комментарий өте маңызды. Және енді келесі ойынның соңында важный. Ойынның соңында негізі ладья керек, бірақ та Ферзь ойын соңында одан да қатты керек. Осылай түсіндірілмек тұр. Және де қайсы ең көп пешка тұрады? Ең көп пешка тұратыны ол Ферзь, ол 9 пешка тұрады. Кейбір деректер бойынша Ферзь 10, ал кейбір аз деректер бойынша 8 пешкадан тұрады. Бірақ та ең көп деректер бойынша ол 9 пешкадан тұрады екен. Ал ладья 5 пешкадан тұрады. Және де корольді қорғайды. Ферзь, айта кетейін, ол корольді қорғамайды. Кейде случай болады қорғайтын. Кейде, андай шақтан, шақ жауып несе. По принципе, практика түрінде, ауыз түйіспен ол ладья қорғайды. Мен сіздерге айтайын. Так что, ладья. Бірақ та Ферзь алдыда келатыр әлі. Енді ойынның ортасында керек. Ортасында ойынның негізі ладья керек. Мойындау керек, себебі ояқта ауыз түйіс кезу орта жағы. Бас пен ортасында ауыз түйіс болу керек. Сол үшін ладья және екеуі теңесті. Жүруге мүмкіндігі көп енді. Ферзьға жүрудің мүмкіндігі көп Ферзьді. Себебі айта кетейін, Ферзь қиғашынан жүре алады. Ферзь көлденеңнен жүре алады. Ферзь тігінен жүре алады. Ал ладья тек көлденеңнен и тігінен ғана. Сол үшін Ферзь қайттан осып кетті. Енді біз талқылаймыз. Негізі қайсы өзгеше? Яғни өзгеше уникальный дейді орысша, маңызды деп. Өзгешелікті уникальный, Ферзь, потому что Ферзь бағанадан бері айтып келескандай, ол слон мен ладьяның қосындысы плюс король плюс пешка сияқты жүре алады. Только конь сияқты ғана жүре алмайды. Сол үшін мен ойлаймын, уникальный ол Ферзь. Енді келесі. Енді бізде мен енді көреміз. Қазір қызықты не айтайын. Егер де
Ферз бұрында ең әлсіз фигура болған. Бұл видео перзент уәде туралы айтқансын айтып кетейін деген. Және де енді финальный раунд дейін. Қазір мен мынандай берем. Қазір сіздер осы видеоны көрсеңіздер, комментқа жазып кетіңіздер. Ферз ба немесе уәдия ма? И сосын кім көп комментарийда мысалы көп ферз дегенде болса, демек ферз көп адамға ұнайды. Ал егер уәдия болса, уәдия көп адамға ұнайды. Енді решающийді көреміз. Мен сосын сіздерге ең соңында кім ұтқанын айтатын боламын. Және де бәріңізге көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Кездескенше. Көргендеріңізге рахмет.